Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай өте дәмді, жұмсақ болып шығатын самсаларды жасаймыз. Кеттік. Жасалу жолы оңай, үйдегі бар ингредиентпен жасалады. Әуелі бізге бөлме температурасындағы немесе осындай ерітілген сары майымыз қажет. Оған жұмыртқаның сары уызын қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, пайыздығы кез келген қаймақты қосамыз. Менде 20% қаймақ болды. Тоңазытқыштан бірден алып қоса берсеңіз болады. Енді барлығын видеодағыдай жақсылап біркелкі етіп осылай араластырып аламыз. Барлығын жақсылап енді араластырып болған соң, біздің самсамыздың қамырына жарты шай қасық тұзды қосамыз. Одан кейін жарты шай қасық содамызды осылай уксуспен гасить етіп аламыз. Оны содан кейін тестамызбен араластырамыз. Қыздар, қараңыздар, уксусты қосқаннан кейін біздің тестамыздың түсі шамалы ақшыл болып өзгереді. Кез келген уксусты пайдалануға болады. Менде үйде алмалы уксус болған соң, мен алмалы уксусты қостым. Енді бұл дайын болған біздің қамырымызға ұнымызды салатын боламыз. Ұнды мен 450 граммды алдым, бірақ та бірден барлығын салып жібермеймін. Өйткені ұнның құрамы әртүрлі, сол себепті бірінші жарты бөлігін салып жаймендеп қосып отырамын. Кез келген қамырды жасаған кезде мен бірінші силиконды қасықтың көмегімен араластырып аламын. Өйткені сол кезде біздің қамырымыз жұмсақ болып келеді. Мінекей қазіргі тестаға мен 400 граммдай ұнды салып жібердім, бірақ та маған ұн әлі аз болғандықтан, қазір мен қалған ұнымды салатын боламын. Ұнымызды барлығын салып болғаннан кейін, енді қолмен жұмсақ қамырымызды жасайтын боламын. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер, өйткені бұл самса қазіргі таңда хит болып жатқан самсалардың біріне айналды. Мінекей бізге осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болады. Енді бұл қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 10-15 минут қалып қоятын боламыз. 15 минут өтті, енді бұл қамырдан дөңгелекше бөлшектерге бөлетін боламыз. Қамырды мен тоңазытқышқа салғаннан кейін бірден салмасын әзірлеуге көштім. Яғни фаршқа пиязымды, картопымды, тұзымды, бұрышымды салдым. Енді дәл видеодағыдай самсаларымызды түйетін боламыз. Самсаларымызды түйіп бастаған кезде жайменде пешімді қыздырып бастаймын. Өйткені біздер жарты сағат 15-20 минут алдын ала қыздырылып тұрған пеште самсаларымызды пісіріп алуымыз керек. Енді дайын болған самсалардың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Әрине, егерде сізде конвекция режимі болса, онда конвекция режимінде пісірген жақсы. Сол кезде барлық самсаларымыздың жан-жағы қып-қызыл болып шығады. Ал егерде конвекция режимі болмаса, онда бір 40-45 минут көлемінде 180 градуста пісіріп аламыз. Бетіне күнжіт дәнін немесе макты себуге болады. Конвекция режимінде 30-35 минуттың ішінде самсаларым дайын болды. Қараңыздар, осындай жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.